Көп сөйлемейтін адам даналыққа жеткен адам. Арсыздық дегеніміз өз кінәсін аңғармай, өзгенің қатесімен санасу. Егер де сіздің достарыңыз аз болса, демек өмірден үлкен өмірлік сабақ алған жан екенсіз. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да, сені қате түсінетін адамдардың табылары хақ. Әркімге жауап қайтарып, өзіңді құр шаршатпа. Дана ғұламалардың бірі өзін сөккен кісіге былай деген екен: егер айтқаның рас болса, Алла мені кешірсін. Ал сен өтірікші болсаң, Алла сені кешірсін. Ешкімге басыңа шығуға мүмкіндік берме. Себебі, бір адам басына шықса, оның соңынан тағы жүздегені кезекке тұрады. Егер еркек ер болса, әйел болады. Жамандар үшін арсыздық олардың екінші бақыты. Тексізден тезек артық, арсыздан айуан артық. Арсыз өзі сұрамай жатып, бәрі маған міндетті деп ойлайды. Бермегенді беріп ұялт. Көпшілік адамдар біреуге ақыл айтқанда өзіне қолайлы пікірді тықпалайды. Сондықтан ақылды да өз адамынан сұраңыз. Сізге ақыл айтатын адам өмір көрген және ең бастысы сізге жанашыр жан болуы керек. Адамдардың арасын бұзатын ауыр сөздер, аманатқа қиянат жасау, опасыздық және түсінбеушілік. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Бар нәрсені бетке айтатын адамдар ешкімді сыртынан сөз етпейді. Тіліңді, байлығыңды қорғағандай қорға. Сонда өзіңе қатысы жоқ нәрселерді сөз етіп жүрегіңді былғамайсың. Әлемді өзгертудің ең тамаша үлгісі бәрін өзіңнен бастау. Біреудің көңілімен ойнаған адам өзінің өмірімен ойнаған адам. Бар нәрсені бетке айтатын адамдар ешкімді сыртынан сөз етпейді. Өмірге жақсы көңіл күймен қарайтын адамдарды ақмақтардың немесе аңқаулардың қатарына жатқызуға болмайды. Бумеранг қағидасы: өзгеге жақсылық жасасаңыз, шарапаты өзіңізге келіп тиеді. Біреуге қылған қиянатыңыз да қайта айналып келіп өзіңізді табады. Өмірде еш нәрсе қайтарымсыз қалмайды. Қатты қиналып, жылағанның үстіне жұдырық жесеңіз, ештеңеге әліңіз қалмаса да, дәл осы жерде берілмеңіз. Себебі, бұл жарқын болашағыңызға апаратын жолдың соңғы қиындығы болуы мүмкін. Адамның бақытын ұрлайтын үш қақпан: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау және бүгінге шүкіршілік етпеу. Негізі адамның бәрі табиғатынан мықты. Бізді әлсіз ететін ол өзіміздің ойымыз ғана. Өзіңнің ең үлкен дұшпаныңды білгің келсе, айнаға қара. Бет жүзіңіздің ажары мен сұлулығы киген киіміңізден де маңызды. Адамның жолын байлап, алға талпындырмайтын екі тежегіш бар. Ол қорқыныш және көрсе қызарлық. Адамның ең биік қасиеті таза ары. Жақсылықтың қадамы ұзақ, барар жері алыс. Арамдықтың адымы қысқа, барар жері жоқ. Өміріңді сені биікке ұмтылдыратын жандармен толықтыр. Сені төменге түсіргісі келетіндер онсыз да табылады. Егер сіздің кеткеніңізді ешкім байқамаса, демек сіз ол жерден кетіп дұрыс істепсіз. Адамдар не ойлайды деген ой сіз үшін ең соңғы орында болсын. Себебі, адамдарға бәрібір, ал өмір сіздікі. Көп адамдардың бақытсыздығының негізгі себебі олардың не қалайтынын өзге түгіл өздері де білмеуінен. Біреуге сатқындық жасарда, күндердің күні келіп өзіңізде дәл солай қиянат көретініңізге дайын болыңыз. Сені біреу кері итереді екен деп өзіңнен бас тартпа. Егер де бір жеріңіз ауырса, ол жайлы ешкімге жақ ашпаңыз. Үнсіздік сақтаңыз. Әйтпесе дәл сол жеріңіз сізді қатты қинап, ауруыңыз асқынып кетуі мүмкін. Бір түрлі болудан қорықпа.
Адамның ең әлсіз тұсы берілу, ал ең үлкен күші күресу. Адамның сыртқы келбеті неғұрлым мінсіз көрінсе, оның ішкі дүниесі соғұрлым түтіп жатуы мүмкін. Ешқашан адамдарға өз қиындықтарыңызды айтпаңыз. Себебі олардың 20% сізді уайымдаса, қалған 80% сіздің қиындықтарыңызға қуана қарайды. Өзін сыйлайтын адам ғана өзгені құрметтей алады. Ешқашан бар күшімен тырысып, сол жолда қателік жіберген адамды көрсеңіз, оны сөге көрмеңіз, жауапқа да тартпаңыз. Өзгеге я деп өзіңе жоқ деме. Егер де сіз адамдарға ұнасаңыз, демек сіз расымен де жақсы адамсыз. Ал егер адамдар сізді жек көрсе, демек сіз бәрінен де мықтысыз. Дүниеде көпшілік адамның қорқатын 3 нәрсесі бар. Біреуге сенім арту, шындықты айту, өзімен өзі болу. Өзін шынайы бақытты сезініп, өзін тапқан адам өзгенің пікіріне деген тәуелділіктен арылады. Бәрібір дүниеде кемшіліксіз жан болмайды. Әрине, өмірде жақсы адамдар көп, бірақ олардың да кейде пенделіктен қателік жасайтынын есіңізден шығармаңыз. Дұшпаныңнан жасырғаныңды досыңа да айтпа, өйткені өмірде мәңгілік ештеңе жоқ. Мынадай адамдардан аулақ жүр. Арсыздықты батылдық деп ойлайтындардан, жұмсақтықты қорқақтықпен шатастыратындардан, көп сөйлегенді дана дейтіндерден, үнсіздікті надандық дейтіндерден. Өзің де байқамап па едің? Арыстан үнсіз жүрсе де, ол аңдардың патшасы, ал иттер қанша көп үргенімен, иттің аты бәрібір ит екенін. Егер өміріңізде жаңбыр тамшылары көбейсе, жаңбырдың өзіне емес, сол тамшылар арқылы бүршік атқан гүлдерге мән беріңіз. Адамдардан көңіл қалып қапаланбайын десеңіз, иллюзиядан арылыңыз. Олардың әрқайсысын өз болмысымен қабылдап үйреніңіз. Бүгін істей алатын ісіңізді ертеңге қалдырмаңыз. Сіздің армандарыңызға күмәнмен қарап, оларды ешқашан орындалмайды деген адамның миында шектеуі көп болуы мүмкін. Сондықтан оны тыңдамай, жай ғана әрекет ете беріңіз. Бойыңыздағы жаман ойларды, жаман әдеттердің бәрін өзіңізден босатыңыз. Сонда жақсылық өзі-ақ сізге үйір болады. Егер де біреуді мақтағыңыз келсе, мұны дереу іске асырыңыз. Мақтаңыз, қолпаштаңыз. Ал егер сіркеңіз су көтермей, біреумен ұрысқыңыз келіп тұрса, асықпаңыз. Бұл істі ертеңге қалдырыңыз. Мүмкін ойланарсыз. Бұл ісіңіздің қателік екенін түсінерсіз. Өткенге қайта оралмаңыз. Сағынсаңыз да шыдаңыз. Бәрібір ол жаққа оралып, ештеңені де өзгерте алмайсыз. Жай ғана қиындық үстіне қайғы қосып аласыз. Өзіңнен кейін өшпес із қалдыру үшін міндетті түрде лас жолмен жүрудің қажеті жоқ. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.